Қайырлы күн, менің аты-жөнім Құлтаева Арайлым Қабимолдақызы, жасым 29-да, 2 баланың анасымын. Қазір таңда кітапханада жұмыс жасаймын. Негізгі мамандығым журналист, 2 бірдей дипломым бар, жоғарғы білімім бар, екіншісі педагог. 2 дипломмен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Журналистика саласында жұмысымды істеп болдым тұрмысқа шыққанға дейін. Қазір енді балаларым кішкентай болғаннан кейін мектепке бара алмай жүрмін. Ал бұлай өз саламнан кеткен жоқпын. Бұл жерде сценарий жазамын, бұл жерде мероприятие жүргіземін. Банально болса да бала күннен арманым актриса болу. Университет қабырғасында жүргенде Шаңырақ жастар театрында ойнадым, яғни театрда басты рөлдерді сомдадым. Өз мамандығыммен жұмыс жасап кеткеннен кейін мен бұл жолды қумадым. Алматыда болғанымда бір-екі рет кастингке барып көрдім. Сосын Аташка на хайпе фильмінің массовкасында ойнадым. Массовка болса да ол жерде мен уже көріндім. Экранда кәдімгідей мен болдым. Негізі Қостанай қаласынан боламын. Сондықтан да Қостанай қаласына тұрмысқа шыққаннан кейін бұл жақта ондай кастингтер көп болмағаннан кейін бұл актриса болам деген арманым іште булығып қалды. Дегенмен қазір ол арман бәрібір түбінде бар ғой, бәрібір мына жақта бар ғой. Оны мен жүзеге асырғым келеді, шығарғым келеді, бойымдағы талантты көрсеткім келеді. Ол менің арманым, ол менің қалауым, мен ол нәрсені сүйем. Сондықтан да мен актриса болғым келеді, киноға түскім келеді. Көріп жатсаңыздар менің портфолиомда, менің осы видеомда маған назар салуларыңызды сұраймын. Рахмет.